Құрметті тыңдармандар, біз бүгін сіздермен монополиялық бәсеке нарығындағы фирманың қысқа мерзімдегі іс-әрекетін график жүзінде қарастыратын боламыз. Алдарыңызда графикте біз X өсінен тауар көлемін белгілейміз, quantity, ал Y өсінен тауар бағасын және фирманың шығындар деңгейін белгілейміз. Монополиялық бәсеке нарығында сұраныс қисық сызығы теріс көлбеулі, кемімелі, дәстүрлі сұраныс қисық сызығы болып табылады. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз, фирма көбірек өнім көлемін сату үшін тауар бағасын түсіру қажет дегенді білдіреді. Демек, әр келесі өнім данасы арзанырақ бағамен сататын болғандықтан, фирманың шекті табыс қисық сызығы да теріс көлбеулі, кемімелі болады. Және де шекті табыс қисық сызығы сұраныс қисық сызығынан төмен орналасатын болады. Алдарыңыздағы графикте ашық қызыл түсті түзу сызық ол фирманың шекті шығындар қисық сызығы, ал қоңыр қисық сызық ол фирманың орташа жалпы шығындар қисық сызығы. Енді фирма өндіру қажет өнім көлемін анықтау үшін біз шекті табыс пен шекті шығындардың теңесу нүктесін анықтауымыз керек. Шекті табыс пен шекті шығындар қисық сызығы мына нүктеде қиылысады. Осы қиылысу нүктесінен төмен жүретін болсақ, біз фирма өндіру қажет өнім көлемін анықтай аламыз. Егер де осы өнім көлемінен біз жоғары сұраныс қисық сызығына дейін көтеріліп, Y өсіне жылжитын болсақ, біз тауар бағасын анықтай аламыз. Ал егер де біз осы өнім көлемінен біз фирманың орташа жалпы шығындар қисық сызығына дейін көтеріліп, кейін Y өсіне жылжитын болсақ, осы тауар көлемін өндіруге кететін орташа жалпы шығындарды анықтай аламыз. Алдымыздағы графикте нарықтағы тауар бағасы фирманың орташа жалпы шығындар деңгейінен жоғары орналасқан, демек фирма өндіруге кететін барлық шығындарын өтейді, сонымен қатар пайда алады. Алдарыңыздағы графикте сары ашық түсті тіктөртбұрыш зонасы ол фирманың пайда зонасы болып табылады. Алдыңғы лекциямызда айтып өткеніміздей, монополиялық бәсеке нарығында жаңа фирмалардың бұл нарыққа кіруіне еш кедергі жоқ, және кез келген кәсіпкер осы нарыққа кіріп өз бизнесін бастай алады, немесе еркін бұл нарықтан кете алады, бұл нарықтан шыға алады. Демек, пайда алып келетін нарық осы нарыққа жаңа фирмалардың келуіне себепші болады. Монополиялық бәсеке нарығына жаңа фирмалардың келуі нәтижесінде осы нарықта ұсынылатын өнім көлемі де өседі. Егер де аталған нарықтағы тұтынушылар саны өзгеріссіз қалған жағдайда, нарықтағы фирмалар санының өсуі, ұсынылатын өнім көлемінің өсуі нәтижесінде әр фирмаға шаққандағы сұраныс азаяды. Сұраныстың азаю графикте сұраныс қисық сызығының сол жаққа жылжуымен суреттеледі. Және де сұраныстың азаюы нарықтағы фирмалардың пайдасын да азайтады. Енді оны графикте көрсетейік. Алдымыздағы графикте сұраныс қисық сызығының сол жаққа жылжуы суреттелген. Және сұраныс қисық сызығы фирманың орташа жалпы шығындар қисық сызығынан төмен орналасқан. Фирма өндіру қажет өнім көлемін анықтау үшін біз қайтадан шекті табыс пен шекті шығындардың қиылысу өзара теңесу нүктесін анықтаймыз. Ол MR және MC қисық сызықтарының қиылысу нүктесі болып табылады. Осы қиылысу нүктесінен біз төмен жылжитын болсақ, өндірілуі қажет өнім көлемін анықтаймыз. Q әрпімен белгілейміз. Егер де біз осы өнім көлемінен жоғары орташа жалпы шығындар қисық сызығына дейін көтеріліп, кейін Y өсіне жылжитын болсақ, фирманың осы өнімді өндіруге кететін орташа жалпы шығындар деңгейін анықтаймыз. Егер де біз осы өнім көлемінен жоғары сұраныс қисық сызығына дейін көтеріліп, кейін Y өсіне жылжитын болсақ, біз осы өнім көлемінің нарықта сатылатын баға деңгейін анықтаймыз. Алдымыздағы графикте баға деңгейі фирманың орташа жалпы шығындар деңгейінен төмен орналасқан. Демек, фирма өнімді өндіруге кеткен шығындарын толық өтемейді. Фирма өтелмеген шығындарға ұшырайды. Демек, анықталған өнім көлемі ол фирманың өтелмеген шығындарын азайтатын өнім көлемі болып табылады. Фирма
фирмалар, нарықтағы фирмалар өтелмеген шығындарға ұшырайтындықтан, кейбір фирмалар бұл нарықтан кете бастайды. Нарықта фирмалар санының азаюы сол қалған өзінің қызметін жалғастыратын фирмалардың өніміне деген сұранысты өсіреді. Бұл қалған фирмалардың өніміне сұраныстың өсуі осы фирмалардың пайдасын да өсіреді. Назарларыңызға рахмет.